Сонымен тазик жайлы ойың қандай? Президенттің Петропавловскдегі заводқа барып детский тазикке қарап тұрған фотосы әлеуметтік желіде күлкіге қалып жатыр. Негізі ол фото 2019 жылы сентябрь айында, яғни осыдан 1 жыл 3 ай бұрын түсірген екен. Жарайды, қазір түсірілді деген күннің өзінде дым күлетін нәрсе емес. Неге? Ең біріншіден Қазақстан Тесланы жасап жасамас, айфонды жасап жасамас, бірақ ине, шеге, ожау, балта, не бар еді? Мынау тазик секілді қарапайым тұрмыстық дүниелерді әйтеуір бір күні бір жыл жасау керек еді осы 30 жылдың ішінде. Енді жасап бастап тұрған несін күліп жатырмыз. Мысалы, мынау тазик Ресейде жасалған. Екіншісі, бұл өндіріс Астанада емес, Алматыда емес, елдің қиырында Петропавловскда тұр, яғни жергілікті бизнес. Үшіншіден, білесіздер, сол заводта 1000 адам жұмыс істеп жатыр екен, яғни 1000 адамның отбасын, яғни 1000 отбасының қарны тоқ деген сөз. Төртіншіден, білесіздер, ол жерде тек детский тазик емес, тауардың 500 түрін шығарады дейді. Бесіншіден, білесіздер ме, биыл ғана сол Радуга деген айтпақшы, ол жарнама емес, жай ғана жарым киіп жатыр. Биыл мемлекетке 1 миллиард 300 миллион теңгенің салығын төлепті, яғни мемлекетке де пайда. Ең маңыздысы, білесіздер ме, сол Петропавловскда жасалып жатқан детский тазиктің барлығы вторсырье дейміз ғой, вторсырье, яғни еліміздегі мусорға тасталып жатқан жаңағы пластиктерді қайтадан балқытып қорытқанда жасалған. Қысқасы, бұндай Қазақстанда бірақ өндіріс бар дейді, экологияға да пайда. Яғни қай жанында плюс детский тазикке күлетін жағдай емес. Сол айтарым.